Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сабақтарды жіберіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін магистратураның 4-ші нұсқасын талдайтын боламыз ағылшын тіл пәні бойынша. 17-ші сұрақ. I don't mind to the restaurant. Яғни mind деген етістіктен кейін герундей жүреді бізде. Демек I don't mind driving болады. To the restaurant. Next, they are at home today. They to be at the moment. Олар бүгін үйде, демек олар не істеп жатыр? Дәл қазір бізде at the moment дегеніміз present continuous'тың үстеуі болады, ол дәл қазір деген сөз. Демек бізде дәл қазір ол present continuous'те формулада to be етістігіне, to be-ге етістік және оған ing жалғауы жалғанады. Сонда they are watching TV at the moment болады. Next, well, I think you ought to speak to that man who is standing with a notebook in front of the car. Яғни, мына ер адамды айтып тұрмын мына жерде. Мен жаңағы ер адаммен сөйлесіп тұрмын дейді. Сен сөйлесесің дейді. Who is standing? Кім не істеп тұр? Who is standing with a notebook in the front of the car? Яғни қолында блокноты бар, машиненің алдында тұрған ер адамды айтып тұр. Демек адамға айтып тұрғандықтан бұл жерде who is болады. Бұл present continuous мына жерде. Next, the last hotel was modern than this one. Соңғы жаңағы қонақ үй мынаған қарағанда жаңалау, яғни қазіргі заманғырақ, современный дейді орысша. Соны айтады. Демек, the hotel was slightly less modern than this one. Жауабы келеді. Next, it must be about 2 years since we last. 2 жылдай уақыт болып қалды біздің көріскенімізге, соңғы рет көріскеніміз, яғни 2 жыл болып қалды деп тұр. Бұл жерде since we last met past simple болады. Next, write your name at, өзіңнің атыңды жаз дейді. Қай жерге? At top деп айтпаймыз, at the top page келмейді. Яғни at the top of the page. Парақтың жоғарысына атыңды жаз деп айтып тұр. Next, she in Paris since 1999. Яғни бұл жерде 1999 жылдан бері Парижде өмір сүріп келеді деп тұр. Демек бұл бізде present perfect болады. Өйткені мына жылдан бері деп тұр. Осы жыл бұрын бастаған өмір сүреді, и до сих пор осы жылға дейін өмір сүреді. Яғни present perfect'тің формуласы бойынша she'дан кейін have болмайды, she has болады. Демек she has lived in Paris. C жауабы бізде келіп тұр. Next, dress is expensive but it's very nice дейді. Мынау көйлек қымбат, бірақ өте сүйкімді екен дейді. Демек мынау көйлек деп қалғандарын қойып көрсек, those дегенді біз көпше түрге аналар деген кезде қоямыз. These мыналар деп көп затты айтқанда қоямыз, келмейді. Them оларға деген сөз. Демек бізде dress деген жекешеде бір ғана көйлекті айтып тұрғандықтан this қоямыз. This dress is very expensive болады. Next, 25. The students hope all the examinations because they have been preparing for a long time. Яғни студенттер емтиханды жақсы тапсырамыз деп ойлайды, себебі олар ұзақ уақыт бойы дайындалғанын айтып тұр. Яғни hope етістігінен кейін инфинитив жүреді. Hope-тен кейін сонда to деген to мен бірге етістік жүреді. The students hope to pass all the examinations болады. D жауабы дұрыс. Next, 26. Government should do more to help. Яғни government деген үкімет, адамдарға, то есть кедей тұрмыс төмен отбасыларға көмектесу керек деп тұр. Үкімет алдына the артикль қойылады. Демек the government
should do more to help the poor people. Я, A жауабы бізде келеді. Next. 27. There are 3 on the desk. Партада 3 не бар деп тұр? 3 күнделіктер бар. Яғни diary деген сөздің көпше түрі бізде қайсысы болады? Ағылшын тілінде көп сөздерде y әрпімен бітсе егер, міне жекеше түрдегі сөзде diary, осының көпше түрі y әрпі түсіп қалады да ies жалғауы жалғанады. Демек, diaries болып көпше түрге өзгереді. B жауабы келеді. Next. They have lunch. They eat at 12 o'clock. Яғни олар түскі асын ішіп алды. Present perfect пен айтып тұр. They have had lunch. They have had lunch. Одан кейін they had it. Яғни олар 12-де уже ішіп алғанын айтып тұр. Нәтижесін көрсетіп тұр. Демек бізде бұл past perfect болады. Next, 29. 29. The film I remembered where I had left my keys. While сөзі келмейді, in the film деген сөз болмайды. During the film. Міне, during деген сол бір белгілі бір уақытта, во время дейді. During the film, фильм уақытында, фильм болып жатқан уақытта мен есіме түсірдім, кілтімді қалдырып кеткенімді есіме түсірдім деп тұр. Демек, during the film болады. Next, 30. Complete the sentence. My brother interested немесе too interesting in history. Яғни мына жерде адамға қатысты айтып тұр. Біз адамға қатысты айтатын болсақ, менің ағам историяға, тарихқа қызығады деп тұр. Адамға қатысты айтатын болсақ, біз interested деп айтамыз. Interested in history. A жауабы. Next, 31. If you a frog, you green skin. If you were a frog, you would have green skin. Яғни мына жерде second conditional болып тұр. Next, 32. I'm really looking forward to seeing you at the party. Яғни looking forward бір нәрсені ұзақ күтуді айтады. Сені кеште күтіп жатырмын дейді. Көруді асыға күтемін дейді. D жауабы. 33. Mary is away at the moment. She will back дүйсенбіге қарай келеді. By Monday. Next. This is a nice room. Бұл өте сүйкімді бөлме. This is nice room емес, a nice room болмайды. Яғни a nice room болады. So, we have finished this test. Goodbye.